Ежелгі грек-рим философиясының кезеңдері. Бірінші кезең – Сократқа дейінгі немесе иониялық кезең. Ежелгі грек ойының натурфилософиялық кезеңі негізінен табиғатты зерттеуге және оның түсінуге арналды. Бұл кезеңдегі натурфилософтар табиғаттан оның бастауын немесе архе іздеді. Милет мектебі өкілдерінің іліммен қатар басқа ойшылдар да табиғатты зерттеуде натурфилософиялық көзқарасты жүзеге асырды. Олардың арасында диалектиканың атасы деген атаққа ие болған эфестік Гераклит болған. Оның табиғат туралы, мемлекет туралы және Құдай туралы атты 3 тараудан тұратын табиғат туралы еңбегінен көптеген үзінділер қалды. Жалпы Гераклит зерттеген және оның біршама стихиялық диалектикалық ілімінің мәнін құрайтын бірнеше проблемалық жоспарларды бөліп көрсетуге болады. Біріншіден, болмыстың өтімділігі және оған адам танымының қатынасы мәселесі. Аристотель Гераклитке әйгілі бәрі ағып жатыр, бәрі өзгереді және бір өзенге 2 рет кіру мүмкін емес деген тұжырымдарды жатқызады. Гераклит дүниені үздіксіз динамика арқылы түсіндіруге тырысты. Дегенмен адамның динамикалық табиғат туралы білімі көбінесе статикалық болып қалады. Осылайша болмыстың үздіксіз қалыптасу бейнесі өзеннің артына бекітілді. Екіншіден, табиғаттағы заттар мен құбылыстардың өзара байланысы іргелі және сонымен бірге табиғи сипатқа ие. Заттың бір күйден екінші күйге ауысуы табиғаттағы жалпы динамикасын білдіреді. Мысалы, Гераклит былай деп жазады: теңіз ең таза және ең лас. Балық үшін теңіз суын ішуге және үнемдеуге болады, ал адамдар үшін теңіз суын ішуге жарамсыз және өмірге қауіпті деп жазады. Үшіншіден, Гераклиттің философиялық жүйесінде негізгі субстанция ретінде от ұғымы және логос ілімі елеулі орын алады. Милет мектебінің өкілдері сияқты Гераклит әлемнің бар негізгі элементі туралы қызықтырды. Көптеген зерттеушілер оттың неліктен шыққанын сұрайды. Гераклиттің отты таңдауын оның диалектикалық ой-пікірмен түсіндіруге болады. Бұл дүниеге бәрі өзгермелі, сондықтан алғашқы болмыс та өзгермелі болуы керек деп есептеген. Осы тұрғыдан алғанда, ол табиғи элемент ретінде бастапқы элемент рөліне мүмкіндігінше сәйкес келеді. Ол динамикалық және барлық табиғи элементтердің ең қозғалышы болып табылады. Элея мектебі. Элея мектебі немесе элеяттар біздің дәуірімізге дейінгі 6 ғасырдың аяғында Италияның оңтүстігіндегі Элея қаласында пайда болған рационалистік философиялық мектеп. Элеяттар ілімінің айрықша ерекшелігі олардың назары нақты жаратылыстану мәселелерін шешуге емес, алып сатарлық сипаттағы онтологиялық мәселелерге көбірек бағытталды. Элеяттар ілімі болмыстың бірлігі, статикалық табиғаты және өзін-өзі қамтамасыз ету туралы монистік көзқарасқа негізделген. Осындай-ақ болмыс ақылға негізделген, ал сезім шындықтың мәнін бұрмалайды деп санаған. Сондай-ақ болмыс ақылға негізделген, ал сезім шындықтың мәнін бұрмалайды деп санаған. Әдетте Элея мектебінің өкілдері Парменид мектептің негізін қалаушы, элеялық Зенон және самостық Мелис жатады. Элеяттар философиясының қалыптасуына ежелгі ойшыл Ксенофан ілімі үлкен әсер етті. Сондықтан көп адамдар Ксенофанды бұл мектептің негізін қалаушы деп санайды. Бірақ олай емес, өйткені Ксенофан жалғыз философ болып, ешқандай мектеп құрмаған. Парменид Элея мектебінің негізін салушы және басты тұлға. Табиғат туралы еңбектің авторы, оның көптеген үзінділері бүгінгі күнге дейін сақталған. Тек ұтымды қатаңдыққа сене отырып, Парменид ақиқат пен пікірді нақты ажыратуды талап етті. Ол болмысты шынайы түсінуге
тек ақиқат әкеледі, ал пікір адамның дүниеге бір жақты көзқарасы деп есептеді. Ол ақыл-ойды ақиқаттың өлшемі деп атады. Сезімде дәлдік жоқ. Онтология мен гносеологияның іргелі мәселелерін дамыта отырып, Парменид классикалық метафизиканың негізін салушы болып табылады. Болмыс туралы ойдың ақиқат екендігін ескере отырып, болмыстың өзі ойлаумен бірдей болады. Сондықтан Парменидтің пікірінше, ойлау мен болмыс бір құбылыс болып табылады. Парменидтің тағы бір іргелі идеясы болмыс бар, ал болмыс жоқ деген тұжырым. Бұдан ол болмыстың бастауы жоқ деген пікірді шығарады. Әйтпесе, болмыстың бастауы бар деп есептесек, онда болмыстың болмыстан пайда болады деген мойындауымыз керек, ал шынында болмыс жоқ. Дәл сол себепті болмыстың соңы жоқ, әйтпесе жойылу мен өлім процесінде ол болмысқа айналады. Бұл да мүмкін емес. Оның үстіне Парменид болмыстың өткені де, болашағы да жоқ деп есептеген. Зенон элеялық, Парменидтің ең танымал ізбасары. Даулар, Эмпидоклдың түсіндірмесі, табиғат туралы, философтарға қарсы кітабы сияқты еңбектердің авторы. Өзінің ұстазы сияқты элеялық Зенон қозғалыс пен болмыстың көптігін жоққа шығарды және апориялар деп аталатын парадокстарды қамтитын пайымдауды дамытты. Басқаша айтқанда, апория қозғалыс, уақыт және кеңістік ұғымдарындағы қайшылықтарды қамтитын термин. Зенонның ең танымал апориялары Ахиллес пен тасбақа, дихотомия және жебе. Элеаттардың философиясын зерттеудің соңында біз олардың мектебінің адамзат тарихындағы метафизикалық ойдың одан әрі қалыптасуына орасан зор ықпал еткенін атап өтеміз. Оларды оқыту аясында болмыс пен адам танымының мәселелерін түсінуде терең, көбінесе қарама қайшылықты сәттер ашылды. Уақытты, кеңістікті, қозғалысты, шексіздікті зерттеудегі іргелі көзқарасты негізінен Элей мектебінің өкілдері қалыптастырды.